Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз математика 2-ші сыныпқа арналады. Бүгінгі сабағымыз 98-ші сабақ. Тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер. Сен есе артық немесе есе көп қатынастарымен байланысты тура және жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші есеп. Тігінші 4 шапан және одан 3 есе артық камзол тікті. Тігінші неше камзол тікті? Шешуі. Тігінші бірінші 4 шапан тіккен, ал екіншісі камзолда белгісіз, бірақ 3 есе артық. Шешуі. 4-ті 3-ке көбейтеміз, тең 12 болады. Жауабы тігінші 12 камзол тікті. Осылай шығарамыз балалар. Келесі есебіміз есепті шығар. Тігінші 12 камзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Тігінші неше шапан тікті? Камзол 12, шапан белгісіз, бірақ камзолдан 3 есе артық. Енді жауабы шешуі 12 бөлінген 3 тең 4 болады. Жауабы тігінші 4 шапан тікті. Осы үшінші есепте бір және екінші тапсырмалар есептерді салыстыр, қорытынды жаса дейді. Салыстырамыз балалар. Бірінші есебімізді ұқсас, екінші есепті бір-біріне ұқсас. Өйткені олар бір-біріне жанама түрде ұқсап, бір-бірінің жауаптарын екі әдіспен шығарып тұрмыз, бірақ шығу жауаптарын барлығы бірдей болады, бірақ екі әдісте болады. Жанама түрде есептер бір-біріне ұқсас болады екен. Келесі төртінші есеп теңдеу құрып шығар дейді. Күбіде 15 литр қымыз бар. Бұл торсықтағы қымызға қарағанда 3 есе артық. Торсықта неше литр қымыз бар дейді. Торсықта неше литр екен x деп аламыз. Оны теңдеу түрінде жазыңдар депті бала. X көбейту 3 деп аламыз. 3 есе артық деген сөз, бұл көбейту. Тең 15 болады. X тең 15 бөлінген 3 болады. X тең 5 болады. 5-ті 3-ке көбейтсек 15 болады. Торсықта 5 литр қымыз бар екен. Дәл осылай табамыз балалар. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Жазбалар бойынша есеп құрастыр. Бірінші есептің шешуі 13 алу 10 тең 3 килограмм. Жауабы 3 килограмм деп. Есеп құрастырамыз. Шарты қияр 13 килограмм. Қызанақ 10 килограмм. Неше килограмм кем екен табуымыз керек. Мына жерде осылай жазылған. 13-тен 10-ды аламыз. 3 килограмм болады. Жауабы 3 килограмм кем екен. Екінші есепте шарты қызанақ 10 килограмм. Қияр 3 килограмм көп. Қанша екен табамыз, бірақ қызанақтан 3 килограмм көп. Бұның жауабы 10 қосылған 3, 13 болады. Жауабы 13 килограмм. Жауабы 13 килограмм болады екен қияр. Осылай мысал қолдансаңыздар болады. Осы сандарға байланысты қияр, қызанақ немесе басқа да тағы да алма, картоп деп жазсаңыздар да болады. Басқа жеміс-жидекті де. Дәл осылай үйлестіріп шығасыздар балалар. Келесі 6-шы теңдеулерді шеш. 5 көбейту с тең 35 болады. С-ны табу үшін 35-ті 5-ке бөлеміз. 7 болады. 5-ті 7-ге көбейтсе 35, 35 болады. Теңдеуіміз дұрыс болды енді. Ал келесі x алу 19 тең 18 болады. 27-тен 9 алсақ 18 болады. X табу үшін 19-ды 18-ге қосамыз. X тең 37. 37 алу 19 тең 27 алу 9, 18, 18 болады. Теңдеулеріміз теңесе деген. Ал келесі y қосу 25 тең 34. Y тең 34-тен 25-ті аламыз. Y тең 9. 9-ды y-дің орнына қоямыз. 9-ға қосамыз 25-ті тең 34 болады. 34 тең 34-ке. Яғни бұл жақшаның ішіндегі жауабын есептеп алсақ 25 болады. 9-25-те қосқан соң 34 шықты. Дәл осылай есептеп шығарасыздар балалар.
Келесі есебіміз 7-ші есепті теңдеу құрып шығар дейді. Торсықта 5 литр қымыз бар. Бұл көбідегі қымыздан 3 есе кем. Көбіде неше литр қымыз бар дейді. Яғни x деп аламыз, неше литр қымызды. Оны бөлеміз, 3 есе кем болғандықтан, оны 3-ке бөлеміз, тең жауап 5 болады. X табу үшін 3-ті 5-те көбейтеміз. X тең 15 болады, 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады деген жауабы. 5 теңдеуіміз осы кезде дұрыс шығады. Біз теңдеу құрдық мына есептен. Келесі есебіміз 8-ші есеп. Сөз жұмбақты шеш. Біріншісі, мен мына жерге жазып қойдым балалар, сіздер кесте қылып осылай жазсаңыздар болады ішіне, тордың ішіне. Мен мұнда жазып қойдым. Біріншісі жауабы өрнек атауы қосында, екіншісі тәуліктің бөлігі күн, түн болады, 2 түн, соның бір бөлігі түн болады. Үшіншісі арифметикалық амал көбейту, төртіншісі сан дейді 7, бесіншісі шама дейді ұзындық, өлшем бірліктерді айтамыз, ұзындық деген сөз жазылады. Алтыншысы геометриялық фигура дейді, бұрыш деп алсақ болады, бұрыш деген сөз сәйкес келеді. Жетіншісі теңдік емес, теңдеу, теңсіздік болады. Тігінен қандай сөз шықты? Тігінен сүйінші деген сөз шықты балалар. Осы сөздерді қойған кезде сүйінші деген сөз шықты. Сүйінші қуанышты хабарды әкелушіге берілетін сыйлық деп аталады. Мысалы, ол сәби туылғанда, жаңа келін түскенде жақсы хабарды жеткізу үшін адамды айтамыз. Сүйіншіге бағалы заттар немесе ақша беріледі. Сонымен келесі есебіміз 9-ші есеп. Ойлан тап, қай суреттегі үшбұрыштар саны артық дейді. Санаймыз балалар. 1, 2, 3, 4, 5. Жалпы көрініп тұр, 5 екен бір көргенде үшбұрыш. Одан кейін мына бұрыш пен мына бұрыш 6-шы болады. Мына үшбұрыш 7 болады. Мына үшбұрыш 8 болады. Жалпы барлығы 9 болады. Ал мына үшбұрыш, мына жерден мына жерге дейін үшбұрыш 10 болады. 10 үшбұрыш, не жерде 12 емес, 10 үшбұрыш болады балалар. Қате жазыппын, 10 үшбұрыш десеңіздер болады. Ал мұнда 1, 2, 3 үшбұрыш, мына жердегі 4 болады, мына мен 5, мына үлкен үшбұрыш барлығынан кез 6 болады. 6 үшбұрыш десек болады балалар. Осылай жазып қойыңыздар балалар. Бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.